Сонымен саламатсыздар ма, құрметті магистратураға тапсырушылар. Бүгін бізде 17 маусым керемет бір сабақты бастайын деп жатырмыз сіздерменен бірге. Есептерді шығарып көрсететін боламын. Егер де сіздердің есептеріңіз бар болса, шығара алмай жүрген ТГО-ның сұрағы бар болса, чат бізде ашық тұр. Чатқа сол фотоны, скриншотты жіберсеңіздер болады. Сол жерден шығарып көрсететін боламын. Жақсы. Бірінші сұраққа назар аударайық. ТГО дегенді білесіздер, өзі 15 сұрақ математика, 15 сұрақ аналитикалық ойлау, яғни оқу сауаттылығы сияқты. Мәтіннің стилін тап, мәтіннің қандай байланысы бар, екінші мәтінмен қандай байланысы бар, мәтін қандай пайымдау ма, сипаттау ма, солар. Сосын тағы да не? Мәтіндегі бос нүктенің орнына қандай сөз қоюға болады деген сияқты мәтіндік сұрақтар болады 15-і. 15-і тест болады, білесіздер. Вот кәдімгі математикалық тест. Ол тест болады, просто математикалық тест болады. Енді бірінші сұраққа назар аударайық. Бөлшектің алымы мен бөлімінің қосындысы 47 дейді. Бөлімі екі еселенген алымнан 5-ке артық. Өзі бөлшек дегеніміз қалай беріледі? Бөлшек дегеніміздің жалпы берілуі, бөлшектің жалпы берілуі мынандай түрде беріледі. Мына бөлшек бізде. Мысалға 4-тен 1 бөлшек. Жоғарғы бөлігін біз алымы деп атаймыз. Алымы. Төменгі бөлігін біз бөлімі деп атаймыз. Бөлімі. Яғни Б-дан А деген осылай оқылады. 4-тен 1, 5-тен 6, 5-тен 7, 7-ден 9, 7-ден 6, 7-ден 3 деген сияқты сандар ол бөлшектер. 7-ден 3 мысалға. Вот. Енді екеуінің қосындысы 47 дейді. Яғни А мен Б-ны қосқанда 47 болған. Жақсы. Бөлімі екі еселенген алымнан 5-ке артық. Яғни алымын екі еселеп 5-ті қосатын болсақ, бөлімі шығады да. Дұрыс па? Оқыңыздаршы. Бөлімі дейді. Б. Екі еселенген алымынан 5-ке артық. Мынау артық. Значит, мен екі еселенген алымына 5-ті қосқанда шығады ғой бөлімі. Бөліміні бөліп бітеді. 2А тең Б плюс 5 деп қояды. Бұл қате. Қазір сіз екі еселенген алымыңыз бөліміне 5-ті қосқанға тең болып тұр. Атақ ондай демеген сөйлемде. Бөлімі екі еселенген алымынан 5-ке артық деген. Екі еселенген алымнан бөлімі артық. Бөлімі көп. Значит, бөлімі өзі жалғыз тұрады. Екі еселенген алымына 5-ті қосқанда шығатын сан. Мына жердегі Б-ның орнына осыны апарып қояйық. Яғни А қосылған 2А қосылған 5 тең 47. Дұрыс па? Өйткені Б тең 2А плюс 5 деген, мына Б-ның орнына апарып осыны қойдым. Аға 2А-ны қоссам 3А болады. Мына плюс 5-іміз былай қарай минус 5 болып өтеді. Сонда 47-ден 5-ті азайту керек. 3А тең 42. 47-ден 5 азайса 42 ғой. А-ны табу үшін 42-ні 3-ке бөлемін, 14 шығады. Енді Б-ны табу үшін не істеймін? Мына жерге 14-ті қоямын. 14-ке қандай санды қосқанда 47 шығады? Әрине 33-ті. Демек, келесі сан ол 33. Бізге бөлімін тап деп тұр. Бөлімі деген осы Б, төменгі бөлігі. Ол 33 екен. Есепке тағы да бір шолу жасаймын. Бөлшектің алымы мен бөлімінің қосындысы 47. А мен Б-ны қосқанда 47 болу керек. Хорошо. Бөлімі екі еселенген алымнан 5-ке артық. Бөлімі артық. Значит, екі еселенген алымына 5-ті қоссақ, бөлімі шығуы керек. Вот. Бұның орнына 2А плюс 5-ті қойдым. Аға 2А-ны қоссақ 3А болады. Плюс 5-іміз былай қарай минус 5 болып өтті. А-ны табу үшін 42-ні 3-ке бөлдім, 14 шықты. Бірақ бізге алымын тап деген жоқ еді. Бізге бөлімін тап деп айтқан еді. Оны не істедім? 14-ке қандай санды қосқанда 47 шығады деп бөлімін тауып алдым. Түсінікті болса, чатқа плюс 1 қалдырайық. Құрметті кәні студенттер, плюс 1-леріңізді көріп қояйын. Бізде өте көп студенттер қосылуда. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алишер болады. Мен ТГО-ға дайындаймын. ТГО-ның екі бөлігіне де дайындаймын.
араларыңызда енді менің сабақтарымды бұрыннан көріп жүргендер де бар. Менің сабақ курстарымды сатып алғандар да бар. Тегін сабақ, тез қосыл деп жазып қояйын мыняқа. Сабақ сақталмайды. Сабақ сақталмайды десең, бәрі кіреді қазір. Сабақ сақталмайды десең, бәрі кіреді. Қазір күте тұрыңыздар. Сіздерде есептер жоқ па? Есеп бар болса, чатқа жіберіңіздер. Кеттік келесі. Екі санның айырмасы 80-ге тең. Бірінші санның 80%, екінші саннан 8-ге артық. Бірінші санды тап дейді. Екі санның айырмасы 80-ге тең. Яғни, x деген саннан y деген санды азайтсақ 80 шыққан. Бірінші санның 80%, 0,80x. Вот. Екінші саннан 8-ге артық. Мынау артық. Значит, екінші санға мен 8-ді қоссам, мынау шығады. Бірінші санның 80%, екінші саннан 8-ге артық. Яғни, екінші санға 8-ді қосқанда мынау шығу керек. Жақсы. Енді не істеймін? Осы жерден x тауып алсам болады, жоғарғы бөліктен. Жоғарғы бөлігінен x табатын болсам, жүйе ғой енді, жүйені шығару керек. 80 плюс y болады, дұрыс па? Мына y былай қарай өтеді, плюс 80 плюс y. Демек, x-тің орнына 80 қосу y-ті қойып есептей бер деген сөз. Все, түсіндім, қазір жіберем. Мөлдір, мына неге жіберсеңші? Чатқа жіберсеңші, чатқа. Осы жерде чат тұр ғой. Zoom-ның чатына жіберсеңші. Ол үшін қазір мен WhatsApp-ты қосуым керек, WhatsApp-тан скачать етуім керек. Әйтпесе, кім жібере алады мөлдірдің жіберген группаға? Соны жіберіңіздер. Так, x-тің орнына апарып мынаны қоямын. Яғни 0,80 80 плюс y тең y плюс 8. Мына x-тің орнына апарып қойдым. Мына жерде x тұр ғой. Осыны апарып қойдым, жақшада. 0,8 80-ге көбейтетін болсам, калькуляторда көбейтсек те болады. 64. Плюс 0,180 y. Тең y плюс 8. Мынаны бұлай өткізейін. Сонда 64 азайтылған 8 тең y азайту. Мынаны ше 0,8 деп жазсам да болады. Өйткені үтірден кейінгі соңғы нөлдер есептелінбейді ғой. Жазбасақ та болады. Үтірден кейінгі соңғы нөлдерді жазбасақ та болады. Сол үшін мына былай қарай өтті. 64-тен 8 азайтатын болсақ, 56. Мынау 1y. 1y-тен 0,8 алсақ, 0,2 y қалады. Оны қақтан білдім? Калькулятор пайдалануға болады. Тестте төменде өзінің калькуляторы болады. Жаныңызда калькулятор алып кірмеңіздер. 1 азайту 0,8. Мен 0,2. Y табу үшін не істеймін? 56-дан 0,2-ге бөлемін. 56 бөлінген 0,2. 280. Y 280 шықты. 280. X қанша? Y-ге 80-ді қосу керек, яғни 280-ге 80-ді қоссақ 360. Яғни бірінші саным 360, екінші саным 280 екен. Екеуін енді шартымен қойып көре салайықшы, тексеріп. Екеуін азайтсақ 80 шыға ма? 360-тан 280 азайтсақ 80 шығады. 360-тың 80%, 360-тың 80%, 288 шығады. Міне, сенбесеңіздер тексеріп көрейік. 360 көбейту 0,80. 288. Яғни 360-ты апарып орнына қойдым, 288 шықты. Мына жақта y-тің орнына 280-ді қоссам, оған 8-ді қоссақ, ол да 288 шықты. Яғни екеуі не істеді, бір-біріне теңесті. Екінші есеп түсінікті болды ма? Тағы да бір шолу өтейін. Екі санның айырмасы 80 дейді. Екеуін азайтсақ 80. Бірінші санның 80%, x-тің 80%, 0,80 деп жазылады. Санның пайызы 0 бүтін деп жазамыз. Бірінші санның 80%, екінші саннан 8-ге артық. Яғни екінші санға 8-ді қосқанға тең. Жоғарыдағы теңдеуден x тауып алып, екіншідегі x-тің орнына апарып қойдым. Міне. Бірақ қойған кезде жақшаға алынып қояды. Кейбір студенттер былай істейді. Апарып қояды ғой мына жерге. 0,80-ді только 80-ге көбейтеді, мына y өзінше қалып кетеді. Ол қате.
Олай істеуге болмайды. Түсінсек +2 жібереміз. Бізге Моника пытырлатты ғой мөлдір. Хорошо, бәрін шығарып көрсетемін қазір. Мониканың есептерін шығарайық. Моника. Так. Суретте екі шеңбер берілген. Үлкен шеңбердің диаметрі 6. Диаметр дегенді енді бәріміз білеміз ғой, мысалға мына жерде шеңбер берілетін болса, осы шеңбердің ең үлкен қуырдасы немесе тең ортасынан былай өтетін болса, осы диаметр. Мынау бізде диаметр. Ал радиус оның жартысы немесе мына жақтан алсақ та болады. Мынау бізде радиус. Сонда бізге айтады, ең үлкен мынау общий 6 дейді. Демек, мынау бізде фиолетовый цветпен берілген, ол қаншаға тең, кім айтады? Мына радиус қаншаға тең? Чатқа жазайықшы. Фиолетовый түспен берілген қаншаға тең болады? 3-ке. Молодцы. Яғни тең жартысы болу керек, Тең жартысы болу керек. Дұрыс айтасыздар. Кіші шеңбердің диаметрі 2 дейді. Кіші шеңбердің диаметрі 2 болса, онда мына жер қаншаға тең? Мынау, кіші радиус. Қаншаға тең болады? Молодец, iPhone. iPhone бұрын телефон болатын еді. Қазір уже адамдармен бірге сөйлесетін де жағдайға жетіпті. Енді бізге айтады, үлкен шеңбердің ауданын табыңыз дейді. Демек, бізге кіші шеңбер туралы ешқандай мәлімет керек емес екен. Бізге үлкен просто так шеңбердің ауданы керек екен. Шеңбердің ауданын табу формуласы, яғни S тең пи r квадрат. Міне. Пи r квадрат. Яғни бұл жерде пи өзгеше тұра береді. Өйткені жауаптардың барлығында пи бар. R дегеніміз жаңа ғана айттық, 3 дедік. 3-тің квадраты қанша? 3-тің квадраты бізде 9. Демек, жауап қанша? 9 пи деген сөз. Жауап бізде 9 пи. Түсінікті ма? S тең пи r квадрат. Яғни пи көбейту 3-тің квадраты 9 пи. 9 пи деген дұрыс екен. Моника түсінген болсақ, +3 деп жазайық чатқа. Бәріміз. Кім түсінді? +3 жібереміз. Жоғарыдағы сілтемені басып сабаққа қосылыңыздар. Сабақ сақталынбайды. Бір-ақ рет болатын сабақ. Сондықтан да кіріп, ТГО-ның есептерін үйреніп алыңыздар. Жақсы. Кеттік, келесі. Мониканың келесі есебін шығарып көрейік. Геометриялық есеп екен бұл да. Если площадь прямоугольника ABCD будет равен 100, то найдите площадь квадрата EFGH. Так, ABCD-ның ауданы 100 болса дейді. Яғни, аудан табу үшін не істейтін едік? Біз мынаны тіктөртбұрыш берілетін болса, оның ауданын табу үшін екі ені мен ұзындығы бір-бірінен не істейтін еді? Көбейтетін еді. Демек, 100-іміз тең болады. Яғни аудан, мынаның ауданы 100 ғой. 100 тең болады. X қосылған 3-ті, X қосылған 2-ге көбейткенге. X қосылған 3-ті, X қосылған 2-ге көбейткенге тең болады. Дұрыс па? Осы жерге түсіндік па? Осы жерге түсіндік па? Келесі. Енді мынаның ауданы тапты. Квадраттың ауданы тапты. Бұл квадраттың ауданы. Мына жерде ше, мынау жақсы жазылмай қапты. Соны әдемілеп жазайыншы. Әдемі етіп жазайыншы. X + 3, X + 2. Вот. Міне, енді бізге айтады. Мынаның ауданы тапты. Яғни 2x + 5-тің квадратын тап деп тұр. Өзіне өзін көбейт дегені, да? Квадрат болғаннан кейін 2x + 5-ті 2x + 5-ке көбейт деген. Енді бұны енді ашып шықсам бола ма екен? Ашып шықсам 2x-тің квадраты. Так, ашпай тұрайын ба? Яқтан x тауып алып апарып орнына қойсам ба деп тұрмын да, енді сондай бір андай нәпсі жамандық кеп тұр да миыма. Мына жерден x тауып алсам 100 болатын. Мысалға 50 десек болмай қалады. 20 десем 22, 23 десем
Жоқ, 22 десем, 24, 25 болмай қалады, иә. 10 десем, 13, 12. 8 десем, 12 десем. Просто x-тің орнына қандай санды қойғанда 100 шығады мына жерде да. 7 десем, 10, 7 десем, 9, 90 шығып қалады. 8 десем, 10, 8 десем, ашып кетеді. Табу қиын, иә. Ондай санды табу қиын сияқты ғой. Мынау точно ма өзі есеп? Ладно, кеттік. Қандай екі сан? Тапқандар бар ма? Қандай екі сан тапқандар бар ма? Жоқ, иә. Ешкім таппады ау дедім. Ладно, мына жақшаны аша саламыз. Енді бізде басқа вариант жоқ. Жақшаны ашамыз сонда. X квадрат плюс 2x плюс 3x плюс 6 тең 100. Мына жақшаны аштым. Сонда x квадрат плюс 5x тең, мына 6 былай қарай өтеді, 94. Қараңыздар. Так, сонда мына жерде 2x плюс 5-тің квадраттайтын болсақ, 2x плюс 5-ті квадраттайтын болсақ, қараңыздар, 4x квадрат плюс, а плюс b-ның квадратымен ашамыз ғой. А плюс b-ның квадратымен ашамыз ғой. Сонда a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат болады. Қысқаша көбейту формуласы мектепте жаттағанбыз 7-ші класста. Ойдан құрастырып жатқан жоқпын еш нәрсені. Ойбай, осыны енді есімізге түсіреміз ба? Я. Есіңізге түсіресіз осыны. 4x квадрат плюс 20x керек екен ғой. По-любому керек екен. 5-тің квадраты 25. 4x квадрат пен 20x. Мына жерден 4-ті жақшаның сыртына шығарсам, жақшаның ішінен не қалады? X квадрат плюс 5x қалады. Плюс 25. Мынау не? Тұр ғой міне. Міне тұр ғой. X квадрат плюс 5x 94 деп шығардық мына жоғары жақтан. Мына жоғары жақтан x квадрат плюс 5x-ті 94 деп шығардық. Значит, мына жерде соның орнына 94-ті қойсам болады деген сөз. 4 көбейту 94 плюс 25. Мынау өте күрделі есептердің бірі. С деген есебі. 4 жерде 94-іміз 360, 376. 376-ға 25-ті қосатын болсақ 401 шығады. 2023 базасы. 2023-те осы есеп келген. 401 шығады жауап. Есепті бір түсінгендер чатқа плюс 4 қалдырамыз. Плюс 4. Плюс 4 қалдырайық. Түсінбегендер сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қай жерге түсінбей қалдық? Не нәрсеге түсінбей қалдық? Басынан түсіндірейін ба әлде? Нені звукты қосаймыз ба? Звукты қосып. Или есептер көп екен ғой, Есеп көп екен ғой, оны қазір әрқайсыңыз. Есеп көп болып тұр ғой. Так, мына бір есепті көрейік. Мына есептерді қараңыздар, қалай шығару керектігін үйретемін. Ой. Егер m және n оң бүтін сандар үшін мынандай болса, онда m тап деп тұр. Не істейміз? 20-ны 2 мен 5-тің көбейтіндісі арқылы жазып аламыз. 2 мен 5-тің көбейтіндісі арқылы, яғни 2-нің квадраты 5-тің бірінші дәрежесі. 20 шыға ма? Мына жерде қанша тұр? 2-нің 18, 5-тің m. Мына осылай тұр, Енді біз осы жерде 4 бұрышта тұрған сандарды аламыз былай қарай. 2, 1, 18, m. Пропорция. 2, 1 болса, 18, 9 болу керек. 2, 1 болса, 2, 1 болып тұр. Значит, 18-іміз 9 болу керек. Пропорция. Немесе 18-ді 1-ге көбейтіп 2-ге бөлесіздер. Мына оған жол түсіндік па лайфхакты? Мына лайфхакты түсіндік па? Құрметті ағайын, құрметті жамағат. Мына лайфхакты түсінген болсақ, плюс жамағат деп жазайықшы. Жиырманы міндетті түрде 2 мен 5 арқылы жазу керек. Яғни 2-нің квадраты және 5-тің бірінші дәрежесі.
Түсінбегендер. Сонда Моника ғана түсінді ма? Қалғандарымыз түсінбедік па? Әлде тамақ жеп отырмыз ба? Әлде қыдырып жүрміз ба просто далада? Не болып жатыр? Сұрақ қойсаңыздаршы. Түсінбесеңіздер жазсаңыздаршы. Мына жер түсінбедім ағай мен. Что-то или микрофонды қосып сөйлеуге де болады. Ашып қойдым микрофонды. Мына жер что-то маған түсініксіз болып қалды ағай деп сұрайтын. 9 қайдан шықты дейді. Вот. Мына 18 бірге көбейтілді да, мына пропорцияның белгісіз мүшесін табу үшін диагоналы бойынша қарама-қарсы жатқан екі сан бір-біріне көбейтіледі. Яғни 18 бірге көбейтіліп, үшінші санға бөлінеді. 18 бірге көбейтсек 18, 18-ді 2-ге бөлсек 9. Түсіндік па? Жақсы, рахмет Нұржан. Нұржанға сұрақ қойған үшін Каспийіне 200 теңге. Келесі. Так, келесі бізде мына есеп. Мәлімет жеткіліксіз болу керек бұның жауабы. Иә. М және N параллель болса, Y бұрышының бұрыштық мәні дейді. Мына жердегі бұрыштық мәнді және мына жердегі теңдеудің шешімі. Енді қараңыздар, мына жерде бұрыштық мәнді табу мүмкін емес. Себебі 4х арқылы мына жерді... Ладно, давайте көре салайық. Мына 3х-ымыз 50 плюс y-ке тең. Қараңыздар. 3х-ымыз, ойбай. Өйткені сырт ішкі тұстас бұрыштар бір-біріне тең. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең болады, параллель болған кезде. Яғни 3х тең 50 плюс y. Дұрыс па? Тағы да не нәрсені білеміз біз? Тағы да біз білетін зат ол 180 азайту 3х. Мына жер 180 азайтылған 4х және мынау 50. Қосқан кезде 180 азайту 3х қосу. Мынаның ішін айтып жатырмын мен. Мынаның іші 180 азайту 3х. Мынаның іші 180 азайту 4х. Сосын мына 50 деген градус бар. Осы үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180-ге тең. Яғни 3х-тан 4х азайтатын болсақ х. 180-ге 180 360. 360-қа 50-ді қосатын болсақ. 360-қа 50-ді қосатын болсақ. Ойбай, мұна минус болады мына жер. Минус 7х сонда. Минус қой, 180 азайтылған 4х. Сонда минус 7х. 360-қа 50, 410. 410 былай қарай минус болып өтеді. 180 азайтылған 410. Енді минус 7х тең. 180-нен 410-ды азайтатын болсақ. Так. Қалқуады салсылайықшы. 180 азайтылған 410. 230 шығады. Минус 230. Минус 230. Х табу үшін 230 7-ге бөлемін. 32-де 85. 32-де 85. Оны апарып мына жерге қойсақ. Сосын Y табатын болсақ. Y бұл бұрыштық мән болады. Мен қараңыздар. Y ол градус ретінде шығады. Градус. Түсінасыздар ма? Яғни мына жерден 38 градус шықты. Мына жерден теңдеудің шешімі мән шығады. Сан. 4. Мынаны салыстырыңыз десе, не істейсіздер? Салыстыру мүмкін емес. Себебі біреуі градус, біреуі сан. Біз олардың сандық мәндерін салыстыр деп жатқан жоқ. Екеуін салыстыр, x пен y салыстыр деп тұр. Енді қараңыздар. Не үшін салыстыруға болмайды? Мысал үшін 100 километр мен 10 килограмм салыстыр десе, не істейсіздер? 100 километр мен 10 килограммды салыстыр десе, салыстырмайсыздар ғой. Өйткені салыстыратын зат емес. Қызыл мен 5 литр су салыстыр десе, салыстырасыздар ма? Жоқ. Өйткені олар салыстыратын заттар емес. Яғни олардың топономиясы бір емес та, короче. Олардың топономиясы бірдей болу керек салыстыру үшін. Я адам мен адам салыстыруға болады. Масса мен массаны,
ұзындық пен ұзындықты, жылдамдық пен жылдамдықты сал. Бұл біреуі градус, біреу мән, санның мәні шығады. Теңдеудің шешімі. Сондықтан да осындай кезде мынадай шығарып отырмастан логикалық тұрғыдан сразу ойлаймыз да салыстыру мүмкін емес дегенді белгілейміз. Өйткені себебін түсіндіңіздер, иә? Олардың ішкі мағынасы бірдей заттар емес, салыстыратын заттар емес. Түсінген болсақ, жұлдызша қалдырайық. Жұлдызша. Жаңа бағана есептерді қайттан жібере салыңыздаршы. Уже жоғары әрекет қалдым мен. Жоғары әрекет қалдым. Біраз есептер ютубта бар ғой, мына жерде ше. Біраз есептер ютубта бар ғой. Мына есепте бұл уже мақұл, жарып көрсетем. Жарып көрсетем дедім ғой енді. Аның орнына 0,5-ті қойып есепте дейді. А дегеніміз 0,5 екен. Так, мынаған басқа түсті бере салайыншы, чтобы сіздерге анық көріну үшін. А 0,5. А куб. А куб дегеніміз ол 0,5-ті 3 рет өзіне өзін көбейтеміз дегені. Дұрыс па? 0,125 шығады. Калькуляторда көбейтсеңіздер де болады. Бұнда шығады. А квадрат. А квадрат дегеніміз ол 0,5-ті 0,5-ге көбейт дегені. 0,25 шығады. Дұрыс па? Енді былай қарасақ, ең үлкені қайсысы? Әрине А. 0,5. Үтірден кейін 5 тұр. Үтірден кейін 2 тұр. Үтірден кейін 1 тұр. Значит, ең үлкені А, сосын А квадрат, сосын барып А куб екен. Яғни біз мынандай жауапты табуымыз керек. Біз мына жауапты табуымыз керек. А үлкен А квадраттан ол үлкен А кубтан міне тұр. Міне А үлкен А квадраттан А квадрат үлкен А кубтан. Түсінген болсақ, В деп жазамыз чатқа. В. В деп жазайық чатқа, түсінген болсақ. Үйін. В. Үйін. Түсінгендер бар ма? Түсінгендер жоқ па? Хорошо, кеттік. Келесі. Ешкім түсінбеді. Отсылка. Мына есеп мақұл шығарып көрсетейін. Негізі қайта бұл бұрында шығарылған. Ладно, енді қайттан бір шығарып көрсетем. Өйткені енді сіздер оны көрмеген шығарсыздар, может. Я? Үйін. ПЦР тест алғанда 44 әйелде папилломавирустық инфекцияның әртүрлі типтері табылды. Яғни 18, 33, 45, 52, 58 типтері әйелдердің 54,5-сінде табылды. Оның 17%, 18 типі. 18 типі қанша әйелде табылды дейді. Көреміз. Қараңыздар. Өзі 44 әйелдің 54,5%-ін бірінші тауып алайық, е? 44 әйелдің 54,5%-ін табу үшін мен не істеймін? 44-ті көбейтемін 0,54,5-ға. Міне. 44 әйелдің 54,5%-ін табу үшін 44-ті 0,54,5-ға көбейтемін. Яғни 0,54,5 деп жаза саламыз. Сонда 24 әйел шығады. Значит, 24 әйелде мына типтер табылған. Мына типтер табылған. 18, 33, 45, 52, 58. Қанша әйелде? 24 әйелде табылған. Енді оның 18 типі 17%-інде табылған. Яғни 24-тің мен не істеймін? 17%-ын табамын. Енді сол 24 шықты ғой. Сол шыққан 24-тің 17%-ын табамын. Бірінші мен общий әйелдерден 54,5%-ын тауып алдым. 24 шықты. 24-тің 17%-ын таптым. Қанша шықты? 4. Яғни А шамасын таптық біз. Жауабы не екен? 4 екен. Енді Б шамасын табайық. Б шамасы қалай болады екен? Қалған енді 24 болса, 20 әйел қалды ғой. Өйткені общий 44 әйел еді. Значит, 20 әйел бізде екінші неде тұр? Екіншісінде тұр. Яғни екіншісінде тұр. Сонда біз 20-ның 20%-ын табуымыз керек. Өйткені не деген? Оның 20%-ы 35 типі дейді. 35 типі қанша? 20-ның 20%-ын табу үшін 20-ны 0,20-ға көбейтемін. Болды, өте оңай. 20-ны 0,20-ға көбейтсек, ол да 4 шықты. Екеуі де 4 шықты.
Екеуде төрт деген адам саны ғой. Қараңыздаршы, бағана 4,8. Ағай, осындай сандар шығып жатыр ғой. Біз бұны адамға жуықтап жібереміз. Ғой. 0,8 дегенде қақтан келді десеңіздер, енді процент точно айта алмайды. Или арасында біреу екі қалады десең. 4,8 деген адам жоқ қой енді. 4 адам, 5 адам, 6 адам деген ба? 4,5 адам деген болмайды ғой. Иә? Сондықтан да екеуі де бізде 4-те 4 шықты. Бір-біріне тең. Демек, шамалар тең дегенді белгілейсіздер. Вот. Аңладық мы? Түсіндік па? Алтынай Тіләбек, ағайын сабағын сағынып қалыппын ғой дейді. Алтынай қалайсыз? Андай ғой, бұрынғы студенттер кірсеше, көңілім құласып қалады, ше, не үшін екенін айтайын ба? Өйткені олар ТГО-дан жақсы жинағанымен ағылшыннан құлап қалған болады. Немесе өзінің пәнінен құлап қалған болады. Немесе балл жетпей қалған болады грантқа, сондай. А так негізі өте жақсы жинаған. ТГО-дан айтыңызшы, Алтынай, нормально жинадыңыз ғой, иә? 24 әйел қалай шықты дейді. 44 әйелдің 54,5%-ін таптық. 44 әйелдің 54,5%. 44 көбейтеміз 0,54,5. Міне. 44 көбейтеміз 0,54,5. 23,98. 24 деп аламыз, иә? 24 деп аламыз. Ағылшын құртты дейді, ТГО-дан жардым деуге болады дейді. Солай. Так, бізде 7 минуттай уақытымыз қалды. Мен аптасына бір рет осындай сіздерге бесплатный сабақтар ұйымдастырып тұрамын. Енді қолдан келгенше студенттерге көмек беріп жатырмын. Бірақ та енді всегда емес. Но бізде ертең 20-сынан бастап, яғни 3 күннен кейін курс басталайын деп жатыр. Күніне 2 реттен кездесіп тұрамыз. 1 сағаттан, қазір 40 минуттық кездесу болып жатыр ғой. 1 сағаттан күніне 2 сағат кездесеміз. Есептер тақырып бойынша түсіндіріп көрсетемін. Өздеріңізге тапсырма беремін. Өздеріңіз орындайсыздар, дағдыланасыздар. Сөйтіп 10 күн бойы 2-2-ден 20 сағат бойы ТГО-дан сабақ өтемін сіздерге. ТГО-дан 20 сабақ. Ішінде есебі де бар, аналитикасы да бар. Және слив беремін. Алдымда тест басталады ғой. Слив де беремін. Слив ол точно келеді сізге. Осының барлығы қанша теңге деп ойлайсыздар? 50 мың? 40 мың? 16 мың? Жоқ. 8 мың теңге. Бір-ақ рет 8 мың теңге төлейсіз. Все. Сливті де аласыз, курсқа да қатысасыз, сұрақтарыңызды қоясыз. Дәл осылай отырып, күніне 2 реттен. Біреу түскі уақытта, біреу кешкі уақытта болады осындай кезде. Күніне 2 рет. Жазылам десеңіздер, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Ағай, сабаққа жазыламын. 8 мың теңге. Каспи редпен алам десеңіз 9 мың теңге. Өйткені Каспи өз алып қалады итакта. Процентінде. Сондықтан да редпен алсаңыз 9 мың. Каспи голдпен алсаңыз 8 мың теңге. Бір рет төлейсіз. Еще слив те бар ғой ішінде. Сливті де беремін. Солай. Так, мына есепті көрейік. Не дейді? Маған WhatsApp-қа қазір жазып қойыңыздар. Қазір. Сандардың көбейтіндісі қандай? Цифрмен аяқталады. 3-тің 4-ші дәрежесі 81. 7-нің квадраты 49. 9-ның кубы 729. Мына екеуі бірмен аяқталады. Көбейтіп көре салайықшы. Өзі бірмен аяқталады негізі. 81-ді көбейтеміз 49-ға. 3969 шықты. Оны көбейтеміз 729-ға. 2.893.401 шықты. Соңғы цифр не? 1. Енді қандай санның квадраты 100? Әрине 10-ның квадраты. 10-ның квадраты 100. Енді 10 болу үшін қандай сан болу керек? 10 болу үшін бұл 15 болу керек. Сонда 15-тен 5-ті азайтсақ 10 болады. 10-ның квадраты 100. Значит, мынаның соңғы цифры 5 болды. Міне. Мына жағы 1 шықты. Мына жағы 5 шықты соңғы цифры. X-тің соңғы цифры 5. Жоқ. Просто так 15 мына жақ. Мына жақ 1. 1 мен 15 салыстырғанда не істейміз? 15 үлкен дейміз.
Б шамасы артық дегенді белгілейміз. Түсінікті ғой? Жақсы. Біраз есептерді шығарып тастадым. Почти бәрін шығардым ғой деймін. Қазір көрейінші. Мынаны шығардым, мынаны шығардым, мынаны шығардым. Мынаны шығардым, мынаны шығардым, мынаны шығардым. Бәрін шығарыппын ғой. Иә, 7-8 есеп шығарып тастадым. Солай. ТКО-дан курс басталайын деп жатыр 20 күні. Жазылыңыздар. Бір-ақ рет 8.000 теңге төлейсіз, ішінде курсты аласыз 10 күн бойы. Сосын слив беремін. Яғни нағыз тестте келіп жатқан сұрақтардың жауаптарымен беріп отырамын күнделікті. Жаттап кіріп кетсеңіз де жоғары бол жинайсыз ТКО-дан. Сұрақтар бар ма маған? Микрофонды қосып қойсаңыздар болады, сұрақ бар болса. Микрофонды қосып сұрақ қойсаңыздар болады. Қандай сұрақтарыңыз бар? Не нәрсе мазалап жатыр? Қандай сұрақ бар? Рахмет ағай дейді. Оқасы жоқ. Келесі аптама енді көреміз. Уақытым болып жатса, шаршамасам, уақытым болып жатса, енді уже курс басталып кеткен болады. Тағы да бір рет қосыламын тегін сабақтарда. Но не обещаю. Өйткені если курста өте көп адам отырып, өте көп сұрақтар қойылып не алса, миым ашып кетеді, и мен уже выгорание басталады менде. Тегін сабақ өткім келмей, вообще-то сабақ өткім келмей, сондай. Ақшасын алып жата бергім келеді, қашып кеткім келеді бір жаққа. Ондай емес, қашпаймын. Курс алсаңыздар өкінбейсіздер, ағай жеңіл. Түсіндіретін нөлден бастап фундамент жоқтарға зор дейді. Иә. Нөлден бастаймыз. Неден бастаймыз? Сандардан бастаймыз. 20 күн бойы. Үлгереміз бәріне. Бәріне үлгереміз. Мақұл, онда сұрақтарыңыз жоқ сияқты ғой сіздердің, иә? Сұрақтарыңыз жоқ болса, все, аман болыңыздар. Сұрақтар, если болып жатса, WhatsApp-қа қойсаңыздар болады, жауап беремін. Жарай ма?